Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз дүкендегі печеньелерден 2 есе дәмді болып шығатын, жасалу жолы оңай, керемет болып шығатын печеньені сіздермен бірге жасайтын боламыз. Бұл печеньенің ортасына варенье қосамыз. Қараңыздар, осында печеньеміз дәмді, қытырлақ болып шығады. Ал ендеше бірге жасауды бастайық. Бізге керегі 100 грамм жұмсақ сары май. Осы сары майымызға 180 грамм шекерімізді қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жердегі менің сары майым дүкеннің 82% сары майы. Келесі кезекте 2 жұмыртқамызды қосамыз да 1 келкі масса болғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, осы печеньенің толық құрамы видеоның астындағы описанияда жазылып тұрады. Ендігі кезекте ұнның кезегі. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Осы печенье жасап жатқан кезде ұнды 2-3 бөлікке бөліп барып қосыңыздар. Мен бұл жерде ұнның бірінші бөлігін електен өткізіп болған соң 1 шай қасық қопсытқыш қостым. Сосын венчиктің көмегімен араластырдым. Осы печеньенің қамырына мен барлығы 380 грамм ұн қостым. Сіздерде 380-нен жоғары грамм немесе аз грамм кетуі мүмкін. Сол үшін өздеріңіздің қамырларыңызға қарай қосыңыздар. Мінекей ұнымыздың бірінші бөлігін қосып болған соң бізде осындай қоюлау қамыр шығады. Сосын ұнның қалған жартысын да осылай електен өткіземіз. Ұнымыздың екінші жартысын електен өткізіп болған соң бірінші 1 келкі масса болғанша венчиктің көмегімен араластырамыз. Ары қарай қолдың көмегімен жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр иіреміз. Достар, осы менің YouTube каналымда басқа да оңай жасалынатын печеньелердің рецептісі бар. Осы видеоны көріп болған соң сол басқа видеоны көруді ұмытпаңыздар. Мінекей бізде осындай 1 келкі жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу қажет. Бұл жерде қамырымызды тоңазытқышқа салмаймыз. Қамырымызды осылай жұмсақ қылып илеп болған соң қамырмен жұмыс жасай береміз. Осындай мына видеодағыдай қамырымыздың кішкентай бөлігін бөліп алып, құрт сияқты домалатып, осы домалаған қамырымызды осылай үстінен басамыз да пергамент қағазы төселген противеньге қатарынан қойып шығамыз. Достар, дәл осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Осы печеньелердің бірдей болғанын қаласаңыз, әр печеньені өлшеңіздер. Менде бұл жерде әр печеньенің граммы 28 граммнан. Келесі кезекте бізге керегі біздің өзіміздің саусағымыз. Осы саусақпен мына видеодағыдай қамырымыздың бетіне жүрек қылып басып шығамыз. Мінекей. Саусағымызбен қамырымыздың үстін осылай жүрек қылып шыққан соң, келесі кезекте үйлеріңізде қандай варенье бар, сол вареньені осы қамырымыздың үстіне құйып шығамыз. Менде бұл жерде малиновый варенье. Осы бір қамырдан менде барлығы 28 штук печенье шықты. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 пен 20 минут аралығында пісіреміз. Бұл жерде біздің печеньеміздің асты қызарып піссе, печеньеміз пісті деген сөз. Осы печеньемізді пісіріп болған соң суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Мінекей мына видеодағыдай печеньеміздің беті осылай кішкене қызарады, асты жағы да осылай қызарып піседі. Осы печеньені міндетті түрде жасап көріңіздер, және де дәл осылай жүрек қылып жасап жақындарыңызға беретін болсаңыздар, қуанып қалатынына күмәнім жоқ. Печеньеміз дәмді, тәтті болып шығады. Сіздермен болған Фатима, каналыма тіркеліп қойыңыздар.